Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы геодезиядағы заманауи құрылғылар, олардың ішінде жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер. Дәрістің жоспары жаһандық навигациялық спутниктік жүйе дегеніміз не, оның құрылымына не кіреді, спутниктік позициялаудың мәні қандай, өлшеу әдістері және осы GNSS жүйелерінің қолдану аясына тоқталатын боламыз. Жалпы геодезиядағы заманауи құрылғылардың бірден бірі ол электронды тахеометрлер. Электронды тахеометрлер көптеген геодезиялық өлшеулерді автоматты түрде орындап, олардың нәтижесін автоматты түрде өңдеп беруге көмектеседі. Олар жарық қашықтық өлшеуіштерден және кіріктірілген электронды есептеуіш машиналардан тұрады. Лазерлік сканерлер лазер сәулелері арқылы жер бетін, ғимараттың ішін және әртүрлі басқа да объектілердің сканерлеп, олардың бізге үш өлшемді моделін алуға мүмкіндік береді. Лазерлік сканерлер мобильді, әуе және жер үсті болып бөлінеді. Жер үсті дегеніміз штативке жер бетіне орналастыратын сканерлер. Мобильді дегеніміз қандай да бір қозғалмалы нысандарға, оларға автомобильдер, пойыздерді немесе қазіргі таңда қолда алып жүретін мобильді лазерлік сканерлер бар. Ал әуе сканерлеріне жаңағы пилотты және пилотсыз ұшатын объектілерге орналастыратын сканерлерді жатқызамыз. Келесі заманауи құрылғылардың бірі бұлар ұшқышсыз ұшу аппараттары, яғни олар бізде ұшақ типті, тікұшақ типті және коптер типті болады. Олар қазіргі таңда геодезия және өзге де салаларда өте жоғары қолданысқа ие. Және де бүгінгі біздің тоқталатынымыз ерекше бұл GNSS жүйелері, яғни ағылшын тілінен аударғанда Global Navigation Satellite System, жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер деп аталынады. Ежелгі замандарда адамдар өздерінің тұрған жерлерін, орналасқан орнын, жүру бағыттарын аспан денелеріне қарап болжаған. Қазіргі таңда ғылым мен техниканың дамуына байланысты бұндай қызметті бізде жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер атқарады. Жалпы жаһандық навигациялық спутниктік жүйе дегеніміз жер үсті, су, әуе объектілерінің орналасқан орнын, яғни олардың географиялық координаталары мен биіктігін, сондай-ақ олардың қозғалыс параметрлерін, оның ішінде қозғалыс жылдамдығы мен қозғалыс бағытын анықтауға арналған жердің үстіндегі және ғарыш жабдықтарынан тұратын кешенді электрондық техникалық жүйе болып табылады. Қазіргі таңда жаһандық навигациялық жүйенің ғаламдық төртеуі бар. Олар GPS ақш-қа тиесілі, GLONASS Ресейге тиесілі, Beidou Қытайға тиесілі және Galileo Евроодаққа тиесілі. Ал төменде көрсетілген QZSS және IRNSS бұлар бізде аумақтық навигациялық жүйелер болып табылады. Олар Жапонияның аумағында және Үндістанның аумағында қолданылады. Қазіргі таңда GPS-те шамамен 30-ға жуық, GLONASS-та 20-дан асатын, Beidou-да 30-дан асатын және Galileo-да 30-ға жуық спутник бар. Жалпы жаһандық навигациялық жүйелер тек қана спутниктерден тұрмайды. Оның құрылымына келетін болсақ, олар үш негізгі құрылымнан тұрады. Біріншісі ғарыштық сегмент, яғни орбита бойымен қозғалып жүрген спутниктер. Екіншісі сол спутниктерді басқаруға және бақылауға арналған сегмент. Және үшіншісі ол пайдаланушы сегмент. Қарапайым гаджеттерден бастап жоғарғы навигациялық, позициялық, геодезиялық аспаптарға дейін кіреді бұл пайдаланушы сегментке. Енді олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, спутниктік орбиталар, бұл жерде сіздерге төрт жүйенің спутниктік орбитасының схемасы көрсетілген.
жаңа айтып өткендей GPS-те 30-ға жуық, Галилеода 30-ға жуық, GLONASS-та 20-дан асатын және Beidouда 30-дан асатын спутниктер саны қазіргі таңда бар. Спутниктер дегеніміз сіздердің көз алдарыңызға елестету үшін бұл жерде сіздерге спутниктің суреті және оның көлемі жөніндегі мәліметтер берілген, яғни ол шамамен 1,800 метрде 2,5 метрлік төртбұрыш және биіктігі 3,4 метрді құрайды. Оның салмағы шамамен 2200 килограммнан асады. Бұл спутниктердің ішіне бізде атомдық сағат деп аталынатын өте жоғары дәлдікті сағаттар орналастырылады. Сол себептен спутниктердегі сағат өте жоғары дәлдікпен өлшенеді. Арғарата бұл спутниктер бізге үнемі радиосигнал, жерге үнемі радиосигналдар жолдап тұрады. Бұл сигналдардың құрамы тасымалдаушыдан, жалған кездейсоқ шу кодтарынан және навигациялық хабарламадан тұрады. Навигациялық хабарламаға не кіреді? Навигациялық хабарламаға GPS-тің күні мен уақыты туралы мәлімет, спутниктің жағдайы және оның денсаулығы туралы мәлімет. Одан кейін спутниктік эфемерид және де спутниктік альманах туралы мәлімет келеді. Спутниктік эфемерид дегеніміз нақтылы бір спутниктің тұрған орны, қозғалу жылдамдығы, қозғалу бағыты туралы ақпарат. Ал альманах дегеніміз жалпылама спутниктердің орналасқан орны туралы мәлімет. Арғарата сіздермен біз спутниктік қабылдағыш арасындағы қашықтықты өлшеудің негізгі принципіне тоқталамыз. Әзірге осы видео материалымызды аяқтаймыз. Келесі видео материалда жүздескенше.